Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 7 Holidays тарауы бойынша бірінші сабақ Verbs Holiday Activities тақырыбындағы жаттығулардың жасау жолымен және жауаптармен танысып аламыз. Page 82, 82-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп өтуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. Holiday activities, яғни демалыстағы іс-әрекеттер деп аталады екен. Яғни бізде демалыста қандай іс-әрекеттер болады? Exercise 1. Look at the travel quiz on page 63. 63-ші беттегі сауалнамаға қара дейді. Complete clues 1 to 8 with the words in the box and listen and check. Яғни сол сауалнамадағы берілген сөйлемдерді мынау бірінші жаттығудағы етістіктермен толықтырып, одан кейін берілген тыңдалымды тыңдай отырып, жауабымызды тексеруіміз қажет. Exercise 1. Енді сауалнамаға өтетін болсақ, 63-ші бет, 83-ші бет. Travel quiz. The first, fly north, солтүстікке ұш дейді. Fly дегеніміз, and stay in an igloo in the Arctic. Яғни Арктикадағы igloo дегеніміз мұзды үйге тоқта дейді. Next. The second, work, жаяу, and cycle in New Zealand and practice your English. Жаңа Зеландияға барып, жаяу жүріп, немесе велосипед теуіп, өзің ағылшын тіліңді жаттықтыр дейді. Next, the third. Eat a red curry. Chefs in Indonesia make this specialty. Не дейді? Тышқаннан жасалатын карриді жеп көр дейді. Индонезиядағы жаңағы аспаздар оны керемет дайындайды дейді. The fourth, don't camp in the Kalahari Desert. Kalahari шөлінде тоқтама. The temperature here is 40 degrees Celsius. Яғни бұл жерде температура 40 градустан жоғары екен. Next, the fifth, travel to space from New Mexico in the USA. Tickets are $200,000. New Mexicoдан Америкаға саяхатта дейді. Ол жерде билеттің бағасы $200,000. Next, the sixth. Don't swim in the Amazon River. Амазонка өзенінде шомылма, яғни ол жерде бізде қолтырауындар бар екен. Next, the seventh. Sunbath on a beach in India. Индияның Индияда теңіз жағалауында күнге қыздырын дейді. The eighth, shop in the Dubai Mall. Dubai Mallда шоппинг дейді, сауда-саттық жаса. Next. Осымен бірінші жаттығуды аяқтадық. Next, exercise 2. Work in pairs, жұптық жұмыс. Match the places in clues 1 to 8 with A to H on the map. Compare your answers with another pair. Яғни бірінші бұл жерде бірінші жаңағы 8 сөйлемдермен, тұжырымдармен картадағы орындарды бір-бірімен байланыстырып шық дейді. Мына жерде мына картамен байланыстырып шық дейді. Одан кейін жұбың екеуің жауаптарында сәйкестендір дейді. The first бізде бұл A, yes, яғни Arctic A. The second, New Zealand H. The third, Indonesia G. Kalahari Desert, the fourth, D. And the New Mexico, the fifth, B. Amazon River, 6, C. India, the seventh, F. And Dubai Mall, E, yes. Now, осымен екінші жаттығуды аяқтадық. Next, exercise 3.
Make questions using words from columns A, B, and C, then work in pairs, ask and answer questions. Яғни бұл жерде мына берілген төмендегі берілген кестені пайдалана отырып сұрау сөйлем жасап, осы сұрау сөйлемді сіздер бір-бірлеріңізге қою арқылы диалог құрастырасыздар. Егер иә болса yes sometimes, иә кейде, жоқ болса жоқ ешқашан деген сияқты жауап беруге болады екен. Мен бұл жерге мысал ретінде құрастырдым, сіздер өзгертсеңіздер болады. The first, do you walk to school? Сен мектепке жаяу барасың ба? Немесе мен жерде to school дедім, бұл жерде басқа да сөз тіркестерін пайдалансаңыздар болады. Do you fly to other countries in winter? Сіз қыста басқа елдерге ұшқансыз ба? In winter деген орнына, мысалы басқа in spring, in summer деген басқа да жыл мезгілдерін қойсаңыздар болады. Оның бәрі сіздердің еркілеріңізде, бұны сіздер өздеріңіз орындай бересіздер. Do you travel with your grandparents in summer? Жазда сен ата-апаңмен саяхаттағансың ба? Do you swim in the sea? Сен теңізде шомылғансың ба? Do you camp in the mountains in the spring? Сен көктемде тауға жорыққа шыққансың ба? Do you stay in a hotel in the autumn? Күзде сен қонақ үйге тоқтағансың ба деген сияқты сұрау сөйлемдер құрауға болады екен. Бұл бәрі сіздердің еркілеріңізде. Next, exercise 4. Look at the examples. What is an imperative? How do you make the negative form? Сіздерге мысалдар берілген бізге. Бұл сөйлемдердің ішінде, яғни imperative дегеніміз шартты сөйлем дейміз ғой. Сол шартты сөйлем дегеніміз не, және де шартты сөйлемнің жаңағы болымсыз түрі қалай жасалады. Осы бойынша біз ереже құрастыруымыз қажет екен, төмендегі сөйлемдерге қарай отырып. Мысалы, fly north, солтүстікке ұш. Don't fly north, солтүстікке ұшпа. Немесе swim in the river, өзенде шомыл. Don't swim in the river, өзенге шомылма деген сияқты. Осы ереже сөйлемдерге қарап отырып, ереже жасайтын болсақ, an imperative is a form of the verb we use when we tell people what to do. Яғни шартты сөйлем жасаған кезде біз етістікті, яғни адамдарға бір нәрсе істеу керек екенін айтқан кезде қолданамыз. Yes. Next, we form the negative imperative by using don't before the main verb. Яғни енді болымсыз түрдегі шартты сөйлемді біз яғни негізгі етістіктің алдына don't деген сөзді қою арқылы жасауға болады екен. Next, exercise 5. Complete the sentences with affirmative and negative imperatives. Can you think of more rules for your class? Енді сіздерге төмендегі берілген сөйлемдерді жоғарыдағы етістіктермен толықтырып, болымды немесе болымсыз сөйлемде тұрған шартты сөйлемдер жасауымыз қажет. Let's complete. Мысалы, don't eat in class. Сыныпта тамақ жеме. Ары қарай. The first. Speak English in class. Сыныпта ағылшын тілінде сөйле. The second. Don't dance samba on the tables in class. Сыныпта үстелдің үстінде самба билеме. The third. Do your homework. Үй жұмысын орында. The fourth, don't copy your friend's homework. Достыңның үй жұмысын көшірме. Don't run in the school building. Яғни мектептің ішінде, яғни мектеп ғимаратының ішінде жүгірме деген сияқты ережелер құрастыруға болады екен. Басқа тағы қандай ережелер құрастыруға болады деп сұрақ қойыпты. Егер құрастыра алатын болсаңыз, астына жазып қойсаңыздар болады. Next. Exercise 6, work in pairs, жұптық жұмыс. Make a list of suggestions for tourists in your country. Use affirmative and negative imperatives. Яғни бұл жерде сіздің еріңізге келген туристерге, саяхаттаушыларға шартты сөйлем дейміз ғой. Мысалы, шартты сөйлем арқылы нұсқаулық жасасаң болады еді. Мысалы, eat the ice cream here. Осы жерден балмұздақ же, it's very good. Ол жердің балмұздағы жақсы деп бәріміз мысалы кеңес етеміз ғой, сол сияқты кеңес қой бұл жерден. Don't swim in the Black Sea in December. Желтоқсан айында Қара теңізде шомылма. It's very cold. Ол кезде өте суық болады. Next. Енді бұл жерде Қазақстанға келген саяхаттаушыларға қандай
сөйлемдер айтса болады? Қандай ұсыныстар? Try the traditional Kazakh dish бешбармақ. It's delicious. Қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты жеп көр, өте дәмді. Visit the Шарын каньон, it's a natural wonder. Шарын каньонын жаңағы Шарын каньонына бар, ол табиғаттың кереметі дейді. Don't forget to try the famous Kazakh horse milk kumiz, it's tasty. Қазақтың әйгілі қазақтың жаңағы жылқының сүті, қымыздың дәмін көруді ұмытпа, ол өте дәмді. Don't miss the opportunity to stay in a yurt in the Kazakh countryside. It's unusual experience. Қазақ даласындағы киіз үйде тоқтаудың мүмкіндігін жіберіп алма, бұл сен үшін өзгеше тәжірибе болады. Don't miss the chance to try Kazakh traditional music, the dombra. It's a unique sound. Қазақтың ұлттық музыкасы домбырада жаңағы ойнап көрудің мүмкіндігін жіберіп алма, ол өзі ерекше дыбыс дейді. Take a trip to the beautiful Көлсай lakes, it's fantastic. Көлсай өзендеріне, керемет Көлсай өзендеріне саяхатқа шық, ол таңғажайып. Don't forget to try the Kazakh traditional drink, шыбат. Қазақтың ұлттық сусыны шыбаттың дәмін көруді ұмытпа. It's taste of the local culture. Бұл жергілікті халықтың мәдениеті дейді. Осы сияқты сөйлемдер құрастырса болады екен. Осымен енді біз 82-83 беттегі жаттығулардың жасау жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.